остеопат сеансы кімдерге арналған? Жалпы остеопат сеансы балаларға біріншіден туыла біткен, яғни туыла салып, шетелде мынандай ұғым бар, яғни туылған бала қырқынан шықпай тұрып, бірінші кезекте остеопат оның басын, бас сүйегін коррекциялап жібереді. Яғни ол кесарево болсын, ол былайша табиғи жолмен босансын, сразу жаңағы остеопатиялық коррекция жасайды. Сондықтан айтатын дегенім, туылған балалар, әйелдер, жүктілер, міндетті түрде жүктілер де келу керек, және үлкен жаңағы қария адамдар. Яғни кішкентай баладан, яғни еңкейген қарияға дейін остеопат сеансын алуға болады. Яғни сіздерге роддомда бала туылып жатқанда даже басында болу керек екен, иә? Иә, кейбір шет мемлекеттерде сондай. Басында болады, сөйтіп остеопатиялық коррекция жасайды. Өйткені менің баламда, мен енді кесаремен босандым ғой. Бірақтан кейін келе балам вообще бір басы жұмсақ болып, мынандай сол кезде туылған кезде сол бір жақтама жазып қалған дейді да. Ал бірақ оған дейінде ол коррекцияланып, жаңа сіз айтпақшы солай болу керек болған ғой. Иә, сон бір момент айтып жіберейін осы жерде. Туылатын кезде, мына жерде қараңыз, жатырдан бала шығып жатқан кезде, яғни қысылып шығады ғой, бір кедергілерден өтіп шығады да, сол кедергілерден өткен кезде, мына бас сүйек мына жерде көрініп тұр да, бас сүйекте өзінің жіктері болады. Осы жіктер бір-біріне байланысып, яғни туылған кезде, табиғи босанған кезде бір-бірінен сол жіктер байланысып, яғни орнына келіп туылады. Ал енді кесарево болған кезде ол байланыс болмайды да. Одан кейін кесарево болған балада міндетті түрде шофтары деп айтады, жіктері, сүйектердің жіктерін реттеу керек. Міндетті түрде. Тем более кесаревомен туылғандарға. Міндетті түрде. Сондай ерекшелік бар.